Ассалаумағалейкум рахматулла баракату. Көкжалдар тобына қош келдіңіздер. Алыс жұрттағы ағайындар. Мынау ел басына күн туғанда көкбөрі сияқты, көкжал сияқты қазақтың азаматтары, жігіттері мен қыздарының бас қосуы керек. Кезінде көкжал сияқты ата-бабаларымыз да бас қосқан. Бүгін күнде елдің басына күн туды. Жастарымыз тападай тал түсте, бейгүнә жастарымыз, бейуаз жастарымыз, боздақтарымыздан айырылдық. Шаңырақтар қара жамылды. Түтінің өшкір деген сияқты кейбір адамдардың түтіні өшіп кетті, кейбір шаңырақтардың. Құдайдан сұрап тілеген жалғыз баласынан, жалғыздан айырылып, ботадай боздаған аналардың көз жасы көл болуда. Бұған Қазақстандағы қаңтар қырғынына жаһан, жалпақ жаһанның жанары жасқа шыланды деп айтсам артық айтқандық емес ағайын. Сондықтан біз мынау қазақ билігінен, қазақтың атқамінер азаматтарынан өзіміздің Алла Тағаланың берген құқығын, Қазақстанның конституциясындағы және халықаралық заңдардағы құқығын қорғау үшін, содан игіліктену үшін бас қосуымыз керек. 30 жыл құл болдық. 300 жыл орыстың өзіне құл болдық. Ақ патшаң бар, көк патшаң бар, бәріне құл болдық. 30 жыл мына бір адамға суретін үлкен шенеуніктер кабинеттеріне іліп қойып, бұлайша сол бір адамға құл болдық. Оған қарсы келген адамдардың барлығы күндіз барда түнде жоқ болды. Бұл ақиқат. Ақиқат бұдан ары ашылады әлі. Сол үшін біз өзіміздің адамдық құқығымызды қорғап, болашақ ұрпақтарымыз үшін, бүгін емес, біз емес, болашақ ұрпақтарымыз үшін, ертеңгі егеменді елдің таңы рауандап ату үшін күресуіміз керек. Күрес дегенде қолыңа мылтық алып біреуді ат, чап деген сөз емес. Боқтық сөз айт деген сөз емес. Мәдениетті түрде, әдепті түрде, құтты өткендегі Жаңаөзеннен басталған өзіміздің бауырларымыз ұсап, қолдарында темір тұрмақ шырпы да жоқ. Сол бауырларымыз өзінің адами құқығын талап етті үкіметтен. Бірақ өкінішке орай Алматы сияқты мәдениеттің қаласы болған, шаһары болған, тарихтан бері аты бар ару Алматы атанған Алматы қанға боялды. Тек қана Алматы емес, қазақ даласының әр түкпірінен көтерілген халықтың қанға бояды. 20 мың террористтен 20 адамда таба алмай отырмыз. Жоқ. Көкке кетті ме, жерге кетті ме, жердің астына түсіп кетті ме, не жұтып кетті білмейміз. Жер жұтты ма, қайда кеткенін білмейміз. Қазіргі ел басқарып отырған Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 20 мың террорист деді. Бір террорист тауып едік, әрең дегенде ол Қырғызстанның әншісі болып шықты. Ұлты ұйғыр, сазгер, өнер адам екен. О да болмай қалды. Енді қайту керек. Енді қалған халықтан террорист жасау үшін жаңағы көшедегі оқ тиген, немесе көшеге шыққан, кейбіреулерінің бүйрегін операция жасап жатқан жерден тырдай жалаңаш анадан туғандай жаңағы түрмелерге алып кетті. СИЗО дейме, СИЗОға. Мынау масқара ғой. Қайбір елдерде, қайбір жерлерде кешегі тіпті Екінші дүние соғысында фашистердің кезінде қолға түскен тұтқындардың өзін алдымен жаралыларын емдеп, жазып барып тергеп, сонан кейін олар жұмысқа салған өздерінің. Мынау өз отанында, өз топырағында, өзінің үйінде больницаларда ота жасатқан адамдарды мұндай масқара қылу түгел жап-жас балалар. Бұл не деген сұмдық? Бұл жер жаһанда жоқ сұмдық. Орта Азиядағы Қазақстан деген елде болды. Сонда біз 30 жыл біздің тәуелсіздік алғанымыздың жемісі осы болды ма? 31 жылы қырылу керек пе?
желтоқсан оқиғасында жендеттердің қолынан қырылған қазақ аз ба еді? Енді сол желтоқсанға бір 30 неше жыл жолға салып, тағы да үстіп қырылу керек пе? Міне, сондықтан біз әр қазақ ойланатын кез келді, оянатын кез келді. Ұйқымыз қашты. Кеудемізде көп сөзіміз кептеліп тұрды. Халық ашуланды. Халық деген ұлы мұхит, ұлы теңіз. Ол тасса, ол толқын ышқынып, толқынын жағаға шашатын болса, ол жағада кім болса да, крокодил ма, айдаһар ма, аю ма, бәрін өзінің иіріміне алып кетеді. Иіріміне тығып жібереді. Жоқ қылып жібереді. Өйткені халықтың ашуы сол теңіздердің ашуымен бірдей. Ол теңіздердің ішіндегі, түбіндегі асқар тауың да, түбіндегі жаңағы орманың да, жаңағы ең крокодил киіктерің де түкке тұрмайды. Шабақ құсап қалады. Толқын ішінде жем болып кетеді. Халықтан үлкен күш жоқ. Сондықтан біз осы көкжалдар тобын құруға тура келді. Қазақстанның түкпіріндегі қазақтар өз жерінде әр аудан облыстардың барлығында құрбандық шалып, малдарын азаматтар бар, Құдайға шүкір, елім деген құрбандық шалу керек. Біз мына Алла тағалаға мұсылман елміз, құрбандық шалып, сол өткен боздақтарға қатым түсіріп, қазір не көп, қари көп қой, Құдайға шүкір. Соған қариларға айтып, ұйымдастыруымыз керек ағайындар. Бірінші әр облыстар орталығында, Алла тағаланың үйі мешіттерде, немесе мына Қожа Ахмет Яссауи сияқты үлкен кесене бар міне. Осының алдында жиналып, біз малымызды құрбандыққа шала отырып, Алладан тілеп, және қазіргі мына билік ұстап отырған адамдарға, атқамінерлерге халық өзінің дәтін айту керек, талабын айту керек. Бізді әуелі Құдай сақтап тұр қазақ деген елді. Екінші, Қазақстандағы халық аз да болса аңғарымды, ұлтжанды, патриот азаматтар ұстап тұр. Екіншісі, атасы басқа, иттері қарағасқа, өңі, түсі, діні, тілі мүлде басқа, ақш сияқты, Америка құрама штаты сияқты, Европа парламент сияқты, Европалық елдер, зайырлы мемлекеттер, адам құқығын өзінің көз қарашығындай қорғайтын елдер, соның арқасында аман қалды. Сондағы Қазақстаннан қуылған азаматтар, қазақтар арқылы қорғалып отыр. Қазір Европада Қазақстаннан қуғын сүруін көрген азаматтар өте көп. Қазақтардың әлеуметтік желідегі айтылып жатқан осы жолғы қырғынды көрсең, әр қайсы отбасынан алып кетіп, тепкілеп, мүрдесін берген, тепкілеп, қайтып көміп тастаған адамды, мынау террорист пе емес пе деп қайтадан көрін ашып, көрген о заманда бұл заман өлген адамды көрден суырып, террорист пе, террорист емес пе деп көзін жеткізу деген бұл енді ешқандай елдің заңына да, дініне де саймайтын дүние. Жағасы бар, жағасын ұстайтын, жағасы жоқ, ағаш кеңірдегін ұстайтын өте сұмдық. Бұрын соңды болмаған, адамзат тарихында болмаған оқиға деп айтуға болады. Осындай кезде қазақ басыңды қоспасаң қайда қосасың? Бүгінгі бұл зобалаң ертең қандай болады? Бүрсігүні қандай болады? Міне, әңгіме осы жерде ағайындар. Сондықтан біз көк түріктің тұқымы, арғы төтемдік негізіміз көк бөрі, құнсақтардың тұқымы, жер жаһанды тұлпарының тұяғының астында шаңға бөлеп билеген елдің тұқымымыз, орында бар оңалады, орында жоқ жоғалады дейді. Сол ата-бабамыздан қалған мысқалдай болса да қасиетпен жиналуымыз керек ағайын, бірігуіміз керек. Қазақтың экономикадан еңсесін көтеруіміз керек. Қазақ бай болу керек. Қазақ бай бағландардан болу керек.
қазақ қайыршы болсын деген сөзді ешқандай кітапта, ешқандай дінде, ешқандай наным сенімде жоқ ағайын. Мұсылман қайыршы болсын деген сөзде жоқ. Қайыр тілесін деген. Өте Қазақстанда үлкен байлықтың, теңіздің үстінде отырып, марқұм Шерхан Мұртазаның сөзін айтқанда алтын сандықтың үстінде жалаңаш отыру деген бұл масқара. Масқараның масқарасы. Сондықтан қазақ ағайындар, еліміз, жұртымыз бірігіп, алдағы уақытта ауылдардан өрлей, ауылдық, аудандық, облыстық, әр қалалардағы, анау Ақордадағы парламенттік сайлау, әкім сайлауын халық өзі сайлау керек. Халықтың қамын кім жейді? Халыққа кімнің жаны күйеді? Кім халық үшін жасайды жұмысты? Халық өзі біледі. Халыққа ақыл үйретудің қажеті жоқ. Мен осы орайда бір әңгімені айтайын деп отырмын. Мына біздің басқарып отырған қазіргі халық сайламаған тағайындалған президент Назарбаев өзі тағайындаған кезінде Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаға айтарым. Қасым-Жомарт Кемелұлы, егер сіз арғы тегіңіз мұсылман екен рас болса, қазақ екеніңіз рас болса, Жалайырдың баласы екеніңіз рас болса, тегіңізде қалмақтың қоспасы, Қытайдың қоспасы, орыстың қоспасы, сиганның қоспасы, тағы да басқалардың қоспасы жоқ. Таза қанды қазақ, таза қанды Жалайыр екеніңіз рас болса, сіз оң құлақ, сол құлағыңызбен тыңдап алыңыз. Мына әңгімені айтқым келіп тұр. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам кезінде, Құрайштермен соғысқан кезінде, халық азып тозғаннан кейін пайғамбарымыз соғысты тоқтатпақ болды. Сол кезде соғысты тоқтататын кезде соғысқа екі жақта Құрайш кәпірлері мен мұсылмандардың арасында келісім шарт болды. Ол шартта, келісім шартта жазып екі жақ келісіп болсын, келісім шарттың ең аяғына Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, Мұхаммед Расул Аллах, яғни Мұхаммед Алланың елшісі деген қол қойылды. Сөйтіп еді, бұған Құрайыштар өре түрегелді. Жоқ, Мұхаммед, біз сені Алланың елшісі деп танымаймыз. Сенің құдайыңды танымаймыз. Олай болса, біз соғысты тоқтатпаймыз, жалғастырамыз деді. Сонда пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, олай болса, біз сені деді тағы да, Құдайдың елшісі, Құдайдың құлы демейміз, сені Абдулланың ұлы Мұхаммед деп танимыз деді. Соныменен пайғамбарымыз айтты, онда соғысты тоқтатайық, мақұл, мен келісімшартты қайтадан жазып аяғына Абдулланың ұлы Мұхаммед деп қол қоямын деді. Сөйтіп еді, оның сахабалары, Омар, Әзірет Али сияқты үлкен арыстан сахабалары, біз бұлардың басын аламыз, бұларға қарсы соғысамыз деді. Жоқ, ертеңгі елдің бірлігі, адамзаттың арғайы тозып азғындап кетпеу үшін мен Абдулланың ұлы Мұхаммед боламын. Олар мені мойындамаса, Расул Аллах, Алланың расулы, яғни Алланың елшісі дегенді мойындамайтын болса, мақұл. Солардың талабын қош көрдік деп, тағана келісім шарттың астына, аяғына Абдулланың ұлы Мұхаммед деп қол қойды. Мен дін ғұламасы емеспін, мен діни адам емеспін. Маған Алла тағаланың берген сөз өнері, ақынмын. Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың иегерімін, бір қанша республикалық мүшайралардың жүлдегерімін. Менің атым Нұрқан Сұлтанбайұлы Сәменбет. Тұран даласы Түркістан аймақ Шымкент шаһарынан сөйлеп тұрамын. Ағайын. Сонда Алла тағаланың елшісі екені, Алладан аян түскен Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Алланың елшісі екені бола тұрып, қарсы жағындағылардың өзінің жауларының сөзін тыңдады ғой. Соған бола солардың талабын қанағаттандырып,
Muhammed Allah'ın elçisi емес, Muhammed Abdullah'ın ulu деп қол қойды, сонымен соғыс tamam болды. Құрайш кәпірлері мен мұсылманның арасындағы әңгіме. Бұл әңгімені айтып берген Орта Азия бойынша қазақтан шыққан ғұлама ғалым Абдулла Жолдас Шайық. Қазір Шымкент шаһарында тұрады. Орта Азия бойынша. Кезінде Совет одағының қылышынан қан тамып тұрғанда Павлодарда 8 жыл имам болған. Оралда 3 жыл имам болған. Кейін Қазақ Араб университетінің, Қазақ Кувейт университетінде декан болып жұмыс жасаған. Қазір зейнеткер. Өзбектің әйгілі Мұхаммед Садық деген ғұламаларының ұстазы болған кісі. Біткен өзбек халқы құрметпен қарайтын. Мұхаммед Садықтың ұстазы. Міне осы кісі бәленбай 1000 адамның алдында Ордабасы деген мешітті айтқан осыдан бір қаншалаған жыл бұрын. Облыс имам болып тұрған кезде. Бұл кісі ұстаз. Әділетті 4 қалипа, 40 қадыс қазақша сөйлейді, Үмәйя әулеті, тағы басқалаған кітаптар жазған, Құранның қазақша тәпсірін аударып жатқан адам. Орта Азия бойынша. Ал, енді бұған сенбесеңіз, сіздің қазіргі қармағыңыздағы мүфти Наурызбай Тағанұлынан сұрасаңыз бар болады. Міне мен әдеттегі бір жай адам облыстарда қатым түсіріп, құрбандық шалып, мына келген бәленің алдын Алла Тағала қайтарсын, халқымызға мамыржай өмір болсын деп сұрап жатырмын. Әсілді бұны істейтін сол биліктің құрамындағы Наурызбай Таған мырзаның және оның командасының ісі еді. Жұмыс еді солардың парызы еді. Өкінішке орай біз айтуға тура келді. Тағы да бір әңгіме айтайын. Мына талай боздақтары қайтыс болды қаңтарда қанды қырғында. Солардың отбасына материалдық көмектер беруіміз керек. Сол үшін республикадан бір жақсы есепшот ашып, біткен қазақ біреу 500 теңге салар, біреу 500 мың теңге салар. Әр қайсы жағдайына қарай біз соларды анықтап көмектесуіміз керек. Қазақтың қазақтығы, сенің мұсылмандығың жай күнде емес, осында ел басына күн туған кездегі мұсылмандығың мұсылмандық, қазақтығың қазақтық. Жай күндегі дүниең сенің ғажаптық. Әлқиса Қасым-Жомарт Кемелұлы, сонда сіз Алла Тағаланың елшісі болған Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламнан да жоғары санағаныңыз ба? Осындай қағидаттарды, осындай адамзаттың өміріне ортақ құндылықтарды сіздің маңайыңызда кеңесшілеріңіз, діни қызметкерлеріңіз, комитеттегі адамдарыңыз осыны айтып көрмеді ме? Сіз орысша тәрбиеленген адамсыз, орыс тілінде. Сіз Кеңестер одағының ұлттық қауіпсіздік комитетінің осы саладағы оқыған адамсыз. Қазіргі Ресейдің президенті Путин екеуіңіз коллегиясыз. Бір саптан шыққан адамсыздар. Сондықтан елдің тағдырымен ойламаңыз. Қасым-Жомарт Тоқайұлы, мен сізге Қазақстанның азаматы ретінде, сіздің қандасыңыз ретінде айтып отырмын бұл мәселені. Бұл менің сөзім ғана емес. Бұл Қазақстандағы халықтың сөзі. Қазақстандағы боздап артында қалған боздақтарын ана дүниеге аттандырып, босағасы бозғырау боп, шаңырағында қан төгіліп тұрған, заманақыр тұрған аналардың, аталардың, әпкелердің, қарындастардың, сол бейгүнә боздақтардың бауырларының үні деп түсінуіңіз керек. Бұл Тұран даласы Түркістан аймағы Шымкент шаһарының тұрғыны Нұрқан Сұлтанбайұлының ғана дәті, оның ғана жеке басындағы сөз деп айтпаңыз. Сіз әлеуметтік желідегі болып жатқан мына қанды қырғынды сіздің заң саласындағы прокуратура, сот, милиция, жалпы адам құқығын қорғайтын сіздің заң саласындағы адамдардың қылықтарын көргенде, олардың жауыздықтарын көргенде, сау адам жынды болады, жынды адам ана дүниеге аттанады. Осындай елдің сіз қалайша жаңа Қазақстан құрам деп үміттенесіз.
Жаңа Қазақстан емес, бұрынғы көне Қазақстанның өзіне адамдар көппен қарайтын болды. Адамдар қазір күндіз күлкісі, түнде ұйқысы қашты адамдардың. Жегендері желім, ішкендері ірің болды адамдардың, қазақстандықтардың. Ал осындай кезде кешегі сіздің ұстазыңыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев құрған Қазақстан Ұлттар Ассамблеясын не бітіріп отыр. Кеше солар басқа жақтан азып тозып келгенде қазақстандықтар, осы қазақтар үйлерін босатып беріп еді ғой. Төріне шығарып, төбесіне көтерген еді ғой. Сол халықтың ұрпақтары қазақтардың басына ауыр күн туып, қан төгіліп, қайғы жұтып отырғанда бір ауыз сөздері жоқ. Бір ауыз жылы сөздері жоқ. Қазақстан Ұлттар Ассамблеясы деп парламенттің жоғарғы төменгі палатасынан арнаулы орын берді. Қазақстандағы басқа ұлттардың жағдайы барлығы 5 деп айтуға болады. Қайыршылық болса, жоқшылық болса, ауру сырқау болса, қайғы қасірет болса, тек қазақта ғана. Бұл мемлекетті құрушы ұлт неге өзінің отанында, неге өзінің жерінде құлға айланады? Осыған жауап бере аласыз ба? Жолдас Қасым-Жомарт Тоқаев мырза. Сондықтан сіз мың жерден кім тағайындап кеткен президент болсаңыз да халықтан жоғары емессіз. Сіздің командаңыздың барлығы, парламентіңіз бар, үкіметіңіз бар, әкімдеріңіз бар, барлығы халықтың қызметшісі, халықтың қызметкері. Ал тападай тал түсті, 20 мың тираж түсті, 20 мың тираж пайда болды деп халыққа оқ атып, кейін сіздің заң қорғайтын полицейлеріңіз әр семья отбасынан есіктерін теуіп ашып, немесе больницаларда жаңағында операция үстелінде жатқан адамдардың өзін тырдай жаңалағаш анадан туған адамның бейнесінде сіз оларға түрмелерге, қамаққа апарып тергеу, оларды істемеген нәрсесін істеді деп түрлі жендеттік, жауыздықпен мойындату. Бұл қандай елдің, яғни сіздер құрған, сіздердің қағазға түскен зайырлы Қазақстан, демократиялы Қазақстан деген мемлекеттің атына лайық келе ме? Осы желбіреген көк байрағымыз бар, Ақорда астанамыз бар, ән ұранымыз бар, ел таңбамыз бар, әлем таныды. Кешегі сіздің ұстазыңыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 30 жыл алдағандағы сөзімен айтқанда, әлемдегі дамыған 50 елдің, 30 елдің қатарына қосыламыз деген елдерге лайық па? Соның басшыларына лайық па? Мен сізді өз басым халықаралық деңгейдегі дипломатияның атасы деуші едім. Қателесіппін. Сіздің кім екеніңізге халықтың көзі жетті. Енді сіз жаңа Қазақстан құра алмайсыз. Дәл мына бейне тұрғанда халық сізге сенбейді. Халықтың сенімінен кетуден үлкен қайғы қасірет жоқ. Әрбір басшы үшін өзінің халқының сенімінен айырылудан үлкен қайғы қасірет жоқ. Сіздің жалғыз балаңыз бар екен, Темір деген. Мүмкін ертеңгі Теміріңіздің, мүмкін ертеңгі сіздің немерелеріңіздің жағдайы қандай болады? Сіздің ұстазыңыз болған, сізді осы дәрежеге әкелуге себепкер болған, өзі тағайындап тағына қойған Нұрсұлтан Назарбаевтың да бір қаншалаған бала шағалар бар екен, немерелері бар екен. Кейін алған тоқалдарынан да топырлап туған балалар бар екен. Солардың тағдыры қалай болады? Мынау парламенттегі, облыс әкімдерінде креслода отырған адамдардың тағдыры, немерелері қалай болады? Жалғанның ісі жалғанға кетпейді. Мына дүниенің азабы о дүниеге кетпейді. Бұны сенбесеңіз, хадиспен, Құранмен дәлелдеп беретін сіздің ғалымдарыңыз бар, мүфтият бар. Сондықтан біз құнсақтардың тұқымы, біз көк түріктердің тұқымы, біз көкжалдардың тұқымымыз. Біз өз жерімізде, өз елімізде қазақ деген ел, ағарыс, жанарыс, бегарыс, қожа, сұңнақ, төре төлеңгіттің тұқымы
ешкімге құл болмайды. Бұның басы ашық. Мен сіздерге ашығын айтып қояйын. Осы орайда барлық о дүниелік болған шейіттерге, бейгүнah пенделерге, бейуаз пенделерге, қазақтың 25 пен 18-ден жоғарғы жастарына шейіт болған көбі жас, солардың отбасына, қамыға, қайғыға көңіл айтамын. Алла тағала сіздерге жеңілдік берсін, фазилатымен жарылқасын. Алла тағала өткендердің орнын толтырсын. Марқұмдардың жайлары жәннатта, топырағы торқа болсын. Ал солардың жанын ана дүниеге аттандыруға себепкер болған, соларды қинаған, қысаған, Алматы сияқты шаһарларды, басқа шаһарларды да қанға бояған адамдардың, бейуаздардың, бейгүнah пенделердің, боздақтардың қаны кім жасаса, соның мойнында болсын. Соның мойнына болсын. Соның мойнына болсын. Соның ұрпағына дейін Алла тағала соны жеткізсін. Алла әділетті, Алла көреген, Алла көмесі көріне толып білуші. Тағы да айтайын, құрметті Қасым-Жомарт Тоқаевты, сіз мына жағыңызда Қытайға жалтақтап, мына жағыңызда орыс билігіне жалтақтап, жаңа Қазақстанды құра алмайсыз. Қазақ деген халық 20 мың террорист емес, тағы да 40 мың террорист түсірсеңізді, сіздің оныңызға мойын ұсынбайды. Әрине, бұл жерде біздің халық, мына лекцияның басшағында айттым ғой, қолдарында темір тұрмақ, ағашында сынығы жоқ. Адамдар өзінің бейбіт шерудегі өзінің адами құқығын 30 жыл құл болған, сіздің жаныңызда толық кетпеген Назарбаев сияқты адамдардың биліктен кетуін тіледі. Өзіңіз айтқан 162 адамның Қазақстанның байлығын солар жеді. Сіз содан 162 адамнан 62 тиынды өндіре алмайсыз. Өйткені олардың тамыры тереңде. Сіздің оған күшіңіз жетпейді. Сізді аспаннан кеп бір періште олардан 162 мыңнан 162 адамнан Қазақстанның 30 жылда жеп қойған байлығын алып бере алмайды. Аспаннан періште түспейді. Тоқаев жаңа Қазақстанды құрған екен деп. Ол үшін сіз қазақстандықтардан мына шаңырақтар ортасына түсіп қан сасыған даланың халқынан көңіл айтуыңыз керек. Кешірім сұрауыңыз керек. Иілген басты қылыш кеспейді дейді қазақтар. Тағы да айтайын, иілген басты қылыш кеспейді дейді. Сіз басыңызды иілгенге бола құл болып кетпейсіз. Қазақ деген кешірімді халық. Алдына келсе, әкеңнің құнын кеш деген қазақта бұрыннан соңғы жалғасқан сөз бар. Сондықтан бұл мәселеге келгенде сіз маңайыңыздағы ақыл көйлеріңізбен, данышпандарыңызбен ақылдаса келіп, егер Алла тағала сіздің басыңызға ақыл берген болса, сана берген болса, жүрегіңізге ар ұждан иман берген болса, мына қырғынға ұшыраған семьялардан, отбасыларынан көңіл айтыңыз, кешірім сұраңыз. Және айтарым, мына қаны төгілген халыққа құн төлетіңіз. Олардың әрқайсысына құн төлеу керек, өкімет төлем төлеу керек. Өйткені бұл адам қолымен жасалған дүние. Біздің халық ешқандай бұзақ халық емес. Сіздің ұстазыңыз, басшыңыз, піріңіз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бір сөзінде айтқан: мен қазақ халқына разымын деген. Мен әрқандай шетелге шыққан кезде сол шетелдегі басшылар біз сіздің осы қазақтарға разымыз деп қазақ диаспорасын шетінен мақтады деді. Қазақстанда қазақта сондай халық. Бұл көкбері сияқты халық, жылқы мінезді халық. Егер бір оянса, бір ашуланса, оны сабырға келтіру қиын. Оның аяғы бұдан да үлкен күрестерге ұласуы мүмкін. Мен жалпы қазақстандықтарды, жалпы қазақтарды, жер шарының о бетімен бұл бетінде қазақтарды Алла тағаланың Құран кәрімі
пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның хадис шәріпіне негізделіп, және Қазақстанның ата заңы, басқа да заңдарына, және халықаралық заңдарға негізделе отырып, өзінің құқығын бейбіт түрде бұрынғы ұқсап жалғастық қорғауын талап етемін, үміт етемін. Қазақстандағы жоғарыда айттым ау, тағы да қайталап кетейін, парламентті, төменгі жоғарғы парламентті бір-ақ палата қылып, сосын әрқайсы әкімдерді ауданнан өрлей облысқа дейін түгел халық сайлауы керек. Халық қасқыр кім, қой кім, сұңқар кім, доңыз кім, аю кім, әбжылан кім, халық жақсы біледі. Халық өзінің мейірімін төгіп, төрінен орын беріп, болашағын нұрландыратын адамды біледі. Халыққа ақыл үйретудің, халыққа қоқан-лоққы жасаудың қажеті жоқ. Халықтың қаһарынан үлкен қаһар жоқ. Халық Алла тағаланың 99 есімінің бірі. Сондықтан біздің қазір зиялы көп пе, зиянды көп пе деген сияқты Қазақстан жазушылар одағындағы 800-ден астам жазушының 8-і шығып осы туралы халыққа әлі сөз айтқан жоқ. 30 жыл тек бір адамды мақтаумен кетті бұлар. Менің кейбір замандастарым, менің кейбір інілерім, қаламдастарым олар туралы, ол туралы поэмалар жазды, толғаулар жазды, кітаптар жазды. Оны шексіз құдайлыққа апарды. Жанындағы кейбір жандайшаптары оны пайғамбар деді. Солар 80-ге келгенде пайғамбардың қандай екенін біле ме? Пайғамбар жоқ. Ең соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Бұны өтірік десе, мүфтиіңіз Наурызбай Таған және басқа да ғұламалар жауап беретін шығар. Нұрханның айтқан өтірік, соңғы пайғамбар әсілі Қазақстаннан Нұрсұлтан Назарбаев еді деп айтса, онда мен басымды берейін. Ағайындар. Сондықтан ол адамды пайғамбар дәрежесіне апарды. Ал солар бүгін Тоқаев командасы ауысқан кезде сұхбат беруден қашқақтады. Ат тонын ала қашты. Мен шүкірлік етем. Мен де соған кезінде бір поэма арнасам, бір кітап жазсам, қолымнан келетін еді. Мен де 10 шақты кітап жазған автормын. Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың иегерімін. Ақын, журналистпін, Құдайға шүкір. Сондықтан біздегі ақын жазушылар, жазушылар одағы, биліктегілер, зиялылар, иегінде 5 тал сақалы бар, ақсақал дегендер, шалдар түгел билікке ләппай тақсыр деп, кезінде Кеңес одағының құлы, оның кейін 30 жыл бір адамның құлы болып кетті. Солардан 8 жазушы шығып, біреуі құдайшылығын айта алмады. Құдайшылығын айттық міне. Кезінде ел басқарған елдің баласымын мен. Мына жағым Алтайды билеген. Арғатам Сәменбет Сүйінбайұлы Сарыарқада жатыр. Қарағанды облысының Нұра ауданы Көбетай ауылында жатыр. Құдайға шүкір. Сондықтан біз Аллаға шүкір қазақ деген елміз. Қазақ қасіретін өзі жазады, басқаға жаздырмайды. Біздің қорғанымыз, жоғарыда айттым, Алла тағаланың заңы, халықаралық заңдар және халықарадағы адам құқығын қорғайтын ұйымдарға сүйенеміз. Сондықтан дүние қиян кескі жағдайда, ал осындай жағдайдан өткелектен алып шығатын сіз тападай тал түсте халқыңызды қанға боядыңыз. Қалай жаңа Қазақстан құрам деп отырсыз? Қасым-Жомарт Кемелұлы. Сондықтан мынау атамыз қазақта сөз бар. Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ дейді. Замандарда талай патшалардың алдында тазша балалар сөз сөйлеп, сол тазша балалардың тапқырлығына, даналығына патшалар орнын берген. Қазақстанда тазша балалар емес, не бір сіздерді 10 орайтын, 100 орайтын білімді, атпал азамат, елін, жерін қорғайтын,
іші де алтын, сырты да алтын, сап алтыннан құралған азаматтар жеткілікті. Сондықтан елдің іргесін бекемдеу, егемендіктің тамырын тереңге жайғызу әр қазақтың міндеті. Сабыр Адай деген ақын менің замандасым бар еді. Соның бір кітабы бар еді. Әр қазақ менің жалғызым деген. Ал ел басына күн туғанда, елдің басына күн туғанда, төбеңнен жұлдыз ағып, далаң мен қалаңнан қан ағып, қан сасып қаңсыған ел басына күн туған кезде, сен бір ауыз азаматтығыңды, үніңді, дауысыңды айтпасаң, сенің азаттығыңнан не қайыр, сенің қазақтығыңнан не қайыр. Сонда кеше желтоқсанда қазақтың қыршын жастары Кеңестер одағының қанды шеңгелінде соның қылмысқа толы қылышының жүзінде бекер шahit болды ма? Мен сіздерге бір нәрсені ашық айтайын. Қазақстанда оппозиция деген бар. Біздің биліктің ең кемшіл жері кім өзінің кемшілігін айтса, соны жау көрді. Сыйғызбады. Сондықтан алды Европаға, ақш-қа дейін барды. Ол адамдардың тізімдігін мен айтпай қояйын. Қазақстанның өзінде үш үлкен қазақ деп, елім, жерім деген үш үлкен оппозициялық адам болды. Үшеу, менің танитыным, өз басым, жеке көзқарасым. Біреуі сотталғанына 50 жыл болған, қазір 70-тің үстіндегі Хасен Қожахмет. Енді бірі кеше осы биліктің қолынан о дүниеге аттанды. Бәленбай жыл түрмеде ит көрмеген қорлықты көрді. Арон Атабек. Енді бірі осы билікпен сайысып келатқан. Бастан ақыр еш уақыт жеңілмеген, жеңген. Бірақ күштінің арты тиізмен тартады деген сияқты тізеге басып, белден басқан үшін жеңсе де жеңіліп келатқан бір ағамыз бар. Ол Жасаралы Қуанышалин. Ақтөбенің қазағы. Міне осы. Сондықтан осындай адамдарды біз жау санадық. Алдын ана дүниеге аттандырдық. Біздің билік аттандырды ана дүниеге. Сондықтан биліктің кемшілігін айту, оның мінін айту, ол бұрынғы замандара болған. Адам болғаннан бері қандардың дүниесін бетін айтқан. Кешегі қазақтың үлкен батыры, ақыны, бір туар тұлғасы Махамбет Өтемісұлы айтты ғой. Қан емессің, қасқырсың, қас албасты басқырсың. Достарың келіп, табалап, дұшманың кеп бас құрсын деді. Қан емессің, ылаңсың, қарашы бар жылансың деді Жәңгір ханға. Бұдан артық айту бар ма? Міне араға бір ғасырдай уақыт салып, сол Махамбеттің дауысы қазақ даласында қайталанып тұр деуге болады. Есіңді жи, Қасым-Жомарт Тоқаев. Тұран даласы, Түркістан аймағы, Шымкент шаһарынан Нұрқан Сұлтанбайұлы Сәменбет бүгін ақпан айының 1-ші жұлдызы 2022 жыл. Менің байланыс телефоным 872 319 04 61.